Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы жағдай болса біршама тұрақталды. Өткен аптада толассыз нөсерден өңірдің Атамекен, Басқұдық ауылдарын су басқан еді. Бүгінде жертөлесі суға толған 80 үйдің ауласы қорғатылды. Құтқару шаралары жалғасып жатыр. Жедел штабтың Call-орталығы тәулік бойы жұмыс істеп тұр. Күні бүгінге дейін телефон шалып хабарласқан 50-ге жуық тұрғынға шұғыл көмек көрсетілген. Табиғи апаттың бетін қайтаруға 176 адам мен 44 арнайы техника жұмылдырылды. 50 мың кубтан астам жаңбыр суы сорылып, далаға төгілген. Құтқару жұмыстарына құзырлы мекемелермен бірге жекелеген кәсіпорындар да техника бөліп, қол ұшын беруде. Жағдай тұрақталды. Көлдегі сулардың барлығын біз ағызып каналға жібердік. Енді қазір келіп жатқан судың деңгейі төмен бәсеңсіді. Шарбақтардан кейбір жерден шыққан сулар бар. Ол енді жеке тұрғындардың өздерінің өтініштерімен сол аулаларға жаңа арнайы спецтехника жіберіліп, енді ол қолма-қол сорылып алып кетіп жатыр. Басқа жағында ағын судың мәселелері бәрі толықтай шешілген. Арықтардың барлығы қазір кеңейтіліп, тазаланып, сол жұмыстар жолға қойылып жатыр.